студенттермен кездесті. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінде парламент мәжілісінің депутаты Әшімжан Сүлейменұлы студенттермен кездесті. Экология және табиғи ресурстарын пайдалану жөніндегі комитет төрағасы кездесу барысында өзі басқаратын мекеменің жұмысына тоқталып, алдағы жоспарларымен бөлісті. Алғашқы 40 адам қабылданды. Қазақстан-Ресей көлік-техникалық университетінің Тараз қаласында ашылған филиалының сырттай оқыту бөліміне алғашқы 40 адам қабылданды. Бұл оқу орны автомобиль және теміржол көлігі үшін инженер мамандарын даярлайды. Бұған дейін университет филиалдары Ақтауда, Байқоңырда, Талдықорғанда, Қазалыда және Ақтөбеде ашылған болатын. Студенттер соңғы курста өз білімдерін Ресейде жалғастырады. Тауда да егін егіледі. Тараз қаласының іргесіндегі Жамбыл ауданына қарасты Айша Бибі өндірістік корпоративі жыл сайын егіс сала жұмыстарына ерте кіріседі. Биыл да тау баурайындағы өңірлерде тұқым себу, ылғал жабу жұмыстары жүргізілуде. Училищедегі мұражай. Ішкі істер министрінің Тараз қаласындағы номер 198 үйге орналасқан училищесінде облыстық тәртіп сақшыларының тарихына арналған мұражай ашылды. Онда ішкі істер басқармасы ардагерлерінің суреттері, жүлделері, киімдер мен түрлі экспонаттар қойылды. Шуда жаңа нысан салынады. Достар, Симеренс Қазақстан жауапкершілік шектеулі серіктестігі Шу қаласында құс өсіретін кешен салу жоспарын облыс әкіміне таныстырып, жаңа жобаның тұсаукесерін өткізді. Құны 13 миллиард теңгені құрайтын жобаны жүзеге асыруға Еуропаның ең танымал фирмалары қатысады деп жоспарлануда. Бұл жоба өңірдегі өндірістің дамуына ықпал етіп, 500 адамды жұмыспен қамтуға мүмкіндік береді. Мал ұрлығы ашылуда. Қаратау қаласының тұрғынына тиесілі 3 қойдың ұрлануы бойынша күдікті ұсталды. Мергілі сақшылар да 30 жастағы жылқы ұрлаған ауыл тұрғынын қолға түсірді. Облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі хабарлауынша, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188 бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалды.